оқушылар, ұстаздар, тіл үйренушілер, сіздерді өткір тілді, дарқан пейілді қазақ елінің тілдер мерекесі күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Дүбірлетсін өңірді, дүрілдетсін дүлдүлді, қазақ деген елімнің құтты болсын бұл күні. Қазіргі таңда еліміз өз тәуелсіздігіне қол жеткізгеннен кейін мемлекеттік тіліміз қазақ тілі болып бекітілді. Қазақстан Республикасының тіл туралы заңы күшіне енді. Болашағымызды баянды етер басты қаруымыз тіліміз. Адамға екі нәрсе тірегі. Бірі тіл, бірі ділім жүректегі деп. Жүсіп Баласұғын бабамыз айтқандай, кез келген мемлекеттің, елдің ең негізгі рәмізі де, ұраны да, тірегі де сол елдің ана тілі болмақ. Биыл тіліміздің мемлекеттік мәртебе алғанына 24 жыл уақыт болды. Осындай атаулы күнде бәріміздің де мерейіміз өсіп, қуанышқа қойнымызға толып отыр. Қуан далам, қуанатын күн бүгін, серпіп таста мұңды көңіл түндігін, тіл туралы заңым енді күшіне, паш еткендей кескен жаңа кіндігін. Қуан қалқым, күшіненді тіл заңы, сүйінші деп ақындардың жырлады. Елдігі сыналады тілімен, сол арқылы жайқалады гүл бағы дегендей, тіл апталығы аясында өткізіліп отқан тіл ұлттың жанатты дөңгелек үстел басындағы ой бөлісуге қош келдіңіздер, оқушылар, ұстаздар. Бүгінгі дөңгелек үстеліміздің мақсаты мен сұрақтарына тоқталып өтейін. Біздің бақытқа жетер даңғыл жолымыз туған отанымызды, туған тілімізді сүюден басталады. Қалып айтады, өзге тілдің бәрін бір, өз тілін құрметтейді ғой. Мен біз әзірше қазақ тілін көп білмейміз негізі. Көп білмей тұрып, басқа тілді меңгереміз. Өз қазақ тілінді білмей тұрып, басқа тілді меңгереміз. Сол жағын дұрыс емес деп ойлаймын. Көңілім толмайтын ғой да. Ол үшін енді не істеу керек? Мысалы, сіздер көне тілді, қазақтың ұмытылып бараттан кейін өзіміздің ұлттық тіліміз болғандықтан біз оны білуге міндеттіміз. Және де Әлихан Бөкейхан айтқандай, өз тілін білмеген ұлттың болашағы жоқ дейді. Сондықтан да біз әрі қарай өз тілімізді дамыта берсек, Қазақстан және қазақ деген ұлт әрі қарай өмір сүреді деп ойлаймын. Және де аударушы болған. Ол деген орыс, неміс, түрк және ағылшын және тағы басқа тілдерді аударып берген. Осылай Әбу Насыр әл-Фараби Қазақстан тарихына өзінің ізін енгізіп, ізін қалдырған. Және тағы басқа мысалы біз Әбу Насыр әл-Фарабиді алайық. Әбу Насыр әл-Фараби 872 жылы дүниеге келген және 950 жылы дүниеден кеткен. Түркістан облысында Отырар қаласында дүниеге келген. Әбу Насыр әл-Фараби өзінің 78 жылының арасында көптеген жетістіктерге жеткен өз еңбегімен. Әбу Насыр әл-Фараби ол да ғалым және айтушы. Олар Әбу Насыр әл-Фараби, Қожа Ахмет және тіл ұлттың жан дүниесі. Өз ана тіліңді қадірлеп, қадір тұтпай тұрып, ел жұртыңды сүйе алмайсың. Тәрбие басы тіл жоқ жерде ұлт жоқ деген біздің осы қанатты сөздеріміз бар екен. Дағыстандық ақын Расул Гамзатов, ана тілім менің, сен маған ризасың ба білмеймін, бірақ менің тілегім сенсің, мен сені мақтан етемін деген екен. Жақсы оқушылар. Осымен біз жаңағы бірталай жаңағы абайды айттық, тілді айттық, өздеріңіздің білетіндеріңізді ортаға салдыңыздар да. Енді балалар, осы жерге келгенде сіздер құр келген жоқсыздар да, тіл туралы өздеріңіздің абай туралы дайындап келген мақал мәтел, қанатты сөздер, жаңағы өлеңдер дейміз ғой, тақпақтар. Соларыңызды ортаға салып айтуларыңызға болады. Бұл үшін ана жерге шығып айтыңыздар. Шетінен шығып айта беріңдер. Кім бастайды балалар? Тіл туралы бастаймыз, мен кімге берейін бірінші?
Менің мына жерде Беркаева Әсел деген 9-шы Б сыныбының оқушысы. Орыс сыныбы білесіздер, бәріңіз араластырып шақырып отыр балалар. 9 сынып бар, бұл жерде 10 сынып бар, 11 бар, солай ма? Ендеше Әселді ортаға шақырайық, өзінің тіл туралы жаттап келген өлеңін оқып берсін. Мұқағали Мақатаев, үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын күнін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілімдедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тіліммен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе, отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай ақ кел дағы отанменен. Түтін түтет, өз өрбі көгере бер, немерелер көбейсін шүбере бер. Жадында ұста, жақсылық күтпегейсің, от емес оқысырасаң менен егер. Үш бірдей бақытым бар алақанымда, үш күн нұрын төгеді аспанымнан. Атырау, Алтай, арқа Алатауға. Қазақ тілі өте бай тіл білгенге, тілдің сырын түсінуде тереңде. Сан ғасырды бастан кешкен қазақ тіл дәл қазірде жойылуы мүмкін бе? Жойылмайды туған тіл. Тілдің сырын тереңірек бойлай біл. Жоғалту да, дамыту да тіліңді. Өз қолыңда соны елім ойлай біл. Кейбіреулер туған тілін білмейді. Білмесе де білгісі олар келмейді. Туған тілін білмеген азамат өз ұлтының қасиетін сезбейді. Елемес бақсыдан Абайдың 31-ші қара сөзі. Естілген нәрсені ұмытпасқа 4 түрлі себеп бар. Әуелі, көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені көргенде, я естігенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені бірнеше рет қайталап, ұғыну керек. Төртінші, ой кеселдер нәрселерден қашық болу керек. Ой кеселдер кездессе, салынбау керек. Қыр жастары қосылмас ешбір бастары, біріме бірі қастыққа қойнына тыққан тастары. Саудасы ар мен иманы, қайрат жоқ бойын тыйғалы, еңбекпен етті ауыртпай, қор сөзбенен жиғаны. Өнімсіз іске шеп-шебер, майданға түспей месенер, сиырша тойып мас болып, өреге келіп сүйкенер. Үстелімізді өткізіп жатырмыз. Енді осымен біздің бүгінгі дөңгелек үстеліміз тіл мерекесіне арналған, өзінің мәресіне жетті. Туған тілім тұғырым. Бұл сіздердің басқа тілді меңгерулерінде ешқандай бөгет болмайды. Қайта адамгершілікке, шын патриот болуға жетелейді. Ана тілін бүге-шүгесіне дейін, терең иірімдеріне бойлай білу, саналы азамат болғысы келетін жас адамның бірінші парызы. Ол туған жерді, отанды, ата мекенді сүйе білу деген сөз. Осы азғантай уақыттағы айтылған сөз, өнер толғаған сезім, ұлылардан қалған ой пікірлерді көкіректеріңе мәңгі қалдырыңдар деп отырып, Абайдың мына сөзімен аяқтағым келіп отыр. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез. Нұрын сырын көруге, көкірегінде болсын көз. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет.